Мен Көптілеу Айжамал Ақберген қызы Гурьев қаласында 1968 жылы 9 қыркүйекте дүниеге келдім. 1985 жылы мектеп табалдырығын аяқтадым. Ең алғашқы еңбек жолымды Гурьев облыстық атқару комитетінің әділет бөлімінде хатшы болып жұмыс жасаудан бастадым. Мен 1986 жылы ол кезде целевое направление деген болады. Осындай жолдамамен Талдықорған заң факультетіне түстім. 1991 жылы 1998 жылдар аралығында Гурьев облысы Ембі аудандық сотында сот орындаушы болып қызмет атқардым. Кейіннен аға сот орындаушы болып жасадым. 1999-2022 жылдар аралығында Жылой аудандық сотында жетекші маман қызметін атқардым. Ұзақ жылдар жасаған еңбегім еленіп, алғыс хаттармен, құрмет грамоталарымен, медальдармен марапатталдым. Қазіргі таңда Жылой аудандық соты әкімшісінің бас маманы болып қызмет атқарып келемін. Менің лауазымдық міндеттеріме әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді электронды форматта тіркеу, автоматты түрде судьяға бөлу, жұмыс жоспарына сәйкес талдау жасау, бақылау хаттарын орындау міндеттелген. Отбасымда жолдасым, 2 ұлым, 1 қызым бар. Жұмыстан келгенде алдымнан жүгіріп шығып, шашағанды басатын немерелерім бар. Енді бақытты анамын, әжемін. Құрметті судьялар мен сот қызметкерлері, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңыз аман, еңбекте табысты, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.